Бұндай вариаторлар біздің алғашқы модельдерімізде тұрған. Ал мынау мүлде жаңа, өзіміздің Қазақстанда жасалған, өз технологиямызбен өндірілген отандық вариатор. Алдымен металл сапасына назар аударайық. Мына жаққа қараңыздар, екеуі де жаңа вариаторлар. Қараңыздаршы, мына металл қалай жылтырап тұр, беті тегіс, сапасы бірден көрініп тұр. Ал мына жақтағысы кедір, бұдыр, сызаттары көп, бұл оның тозуға төзімділігі мен ұзақ қызмет ету мерзіміне әсер етеді. Қарап көрейік, қозғалысы қалай болады екен. Бейне жазбадан ақ байқауға болады, қозғалғанда бүйірлері өз балын сәл қажап тұр. Үстінен қарағанда сәл қисайып тұрғандай әсер береді. Ал біздің вариатор дәл өз орнында. Артық қозғалыс жоқ, шиқылдамайды. Бәрі бір қалыпты жұмыс істейді. Құрметті көрермендер, ерекше атап өткім келеді. Қазақстанда өз өндірісімізбен алғашқы вариаторды жасау оңай болған жоқ. Бұл көп еңбек пен ойды талап етті. Соған қарамастан, бүгінге дейін сапа мен баға қатынасында бізге тең келетін ешкім жоқ. Қазір өз көздеріңізбен соны көріп отырсыздар. Жаңа технология енгізсек те, жаңа вариатор жасағанымызбен бағасын аспандатып, халыққа қолжетімсіз еткен жоқпыз. Біздің мақсат сапалы, сенімді өнімді әділ бағамен ұсыну. Сол себепті баға сапа бағытында біз әлі де көшбасшымыз. Бәрін ашық түрде, өз көздеріңізбен көрсетіп отырмыз. Достар, егер біз туралы көбірек білгіңіз келсе, біздің жаңа өнімдеріміз бен жаңалықтарымыз туралы көбірек білгіңіз келсе, жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Біз әр пікірге уақытылы жауап береміз. Назарларыңызға рахмет.